Жастарды, былай қарағанда жастарды тағдырдың тәлкегіне тастай салды мемлекет. Бұны ашық айту керек. Ешқандай идеология жоқ. Бөлінген ақшаның бәрі желеніп жатыр. Жастарға деп бөлінген ақшаның бәрі 70-80-90%-ға дейін желеніп жатыр. 10% не болады? Итке тастаған сүйек болады. Ал тура сондай нәрселер болып жатыр қазір. Оны бұрын жасырып айтуға болмайды. Айтып жатыр оны қазір. Президент те айтып жатыр, министр де айтып жатыр, депутаттар да айтып жатыр бұл нәрсені. Бұл бір жасырын нәрсе емес. Ойбай айтпа, ертең бірдеңе болып қалады дейтін нәрсе емес. Таза жемқор, парақорлардың мемлекетіне айналдық біз. Беспредел мемлекеттің несіне айналдық. Сөйтті да жастардың бәрі жайына қалды. Енді қолға алып жатыр. 30 жылда быт-шыт болған жастарды енді қолға алғаннан ол қай уақытта түзеледі? Міне осы мәселелер бар. Бұл жерде ата-ананың ғана қолында емес. Әр ата-ана өз баласына айналайын, әр ата-ана жұмыс істеп жатыр. Сен кредитке тығып тастадың әр ата-ананы. Сен жұмыссыз қылып тастадың әр ата-ананы. Завод, фабрика ашпадың. 30 жыл бойы сен тек қана жаңағы шикізат сатумен байып, халықты қанап, тонап, қан қақсатып, осы күнге жеткіздің. Енді сол нәрсені қайттан түзету ол қиын нәрсе, өте қиын нәрсе. Қазір тез байығысы келетін, тез байып, тез күшті болып өмір сүріп, аспана бір ақша жауатындай қылып, 30 жыл бойынша на халяву өмір сүруді үйретті. Міне, мемлекеттен бөлінеді, жеде өмір сүре бер дегенді бізге көрсетіп кетті. Балық басынан шірейді дейді ғой, міне. Өткенде бір ағамыздың сөзі бар, балық басынан шірейді, бірақ оны құйрығынан тазалайды ғой дейді. Қараңыз әңгімені. Сонда халықты тазалау керек деп тұр да. Басы шіріп кеткен балықтың құйрығын тазалау стоит, не стоит? Басы шірген балық денесінде сасып кетеді оны. Сен оны құйрығынан тазалама, сен оны қуырып пісіріп жей алмайсың. Мына басы шірмей тұрып тазалау керек. Ана живая рыба дейді ғой, сатылады ғой, тірі балық. Ұстаған жерде соны тазалау керек. Басы сасымай тұрып тазалау керек. Ал басы сасып кеткен балықты жемейсің ғой, жей алмайсың ғой. Сасып кеткен ол, сен қуырып пісір, сасып тұрады ол, жей алмайсың. Сол себептен құйрығынан тазалау, оның ешқандай резон жоқ. Төменнен тазалау керек. Төменнен несін тазалайсың? Бабаларымыз анау. Балық басынан шірейді деді да. Хандардан, билерден, болыстардан басталады бәленің бәрі. Осылар қандай болады, халық сондай болады деді да. Сөйтсем мырақтан келді дағына, жоқ, ана бас шіріп жатқан парақор, жемқор, ол кінәлі емес, халық кінәлі деп тұр да. Халық кінәлі, халықты тазалау керек.